Европада көпшілік терезелер мысалға қыстыгүні енді ашып қойғыңыз келмейді микроға. Мен қазір терезе жуып жатырмын да. Мысалы мынандай қылып микроға ашып қойғыңыз келмейді, салқын кіреді. Сонда Европа елдерінде мынандай, Нидерландыда да осыған ұқсас жүйе бар. Міне қарап тұрсаңыз, ашқанда ар жағында терезенің өзінде жаңағы мынандай тесік бар. Ол сырт жақтан да сондай тесік бар. Енді екіге бөлінген көрдіңіздер ғой. Бір тесік қалай алып тастасам екен мынаны. Шешілмейтін сияқты. Шеше алмадым. Мына жерден бүйтіп көрсетсем. Осыдан яғни ауа кіріп тұрады. Терезені ашпай-ақ үйге таза ауа кіргізіп тұруға болады. Сосын мына салқын болып жатқан кезде жауып қоясыз. Себебі мына жерде мынандай бір жылытқыш өзінің материалы бар. Керек кезде мынандай қылып ашып қоюға болады. Қазір енді шаң тозаңы деген күзде кетті ғой. Сондықтан мынандай қылып үйге таза ауа кіретіндей қылып барлық көпшілік терезеде осындай бар. Осындай бір қызықты нәрсе. Іштен былай болып көрінеді. Міне терезе соның дәл ортасына осындай қойылған. Мынау мысалға жіңішке тереземіз, ол ашылмайды ешқандай. Бірақ бұнда да мынандай жүйе қарастырылған. Қарап тұрсаңыздар, сырт жағынан мынандай желді көріп тұрсыздар ғой, решетка сияқты. Содан жел кіріп тұрады да. Сосын іштегі мына бүйтіп ашамыз. Жылжыту арқылы бері қарай жауып қояды, былай ашылады. Тесіктерінен жел ауа кіріп тұрады. Осындай ақылды жүйе қарастырылған. Сырт жағынан былай. Мысалы қазір қолыма кәдімгідей ауаның кіріп тұрғаны сезіліп тұр. Осындай шағын ғана, көп көзге көрінбейді. Терезені, яғни мынау деген ағаш негізі. Қалай істейтінін білмеймін, енді бұл жақта. Негізі біздердің жақтаулары да пластик қой. Бірақ осылай істеп тұр. Яғни ағаш мынау. Сосын тесіп, мынандай қақпақшасын қондырып, сырт жақтан мынандай решеткасы. Сіздерге норвегтердің үйіндегі тағы бар ерекше, қызықты, біздің Қазақстанға тән емес нәрсені көрсеткім келеді. Жаңағы мен сізге айтқаныма желдеткіштен басқа, мынандай ауа кіргізіп тұратын желдеткіштен басқа. Яғни бұл алдымен өзінің артықшылығы бар деп айтам. Себебі мысалға терезені ашып кетіп, ол қауіпсіз емес. Терезені ашып кету, ал екіншіден шағын ғана осындай желдеткішті ашу арқылы осы ғана бөлмеге таза ауа кіргізіп тұрады. Сондай артықшылықтары бар. Яғни бірінші алдымен қауіпсіздік және бір жаққа кеткенде мысалға тек қана осыны ашып кетесіз, терезені аңқайтып ашпайсыз. Екіншіден жаңағы салқын ауаны өзі тек порциялы түрде кіргізіп тұрады. Міне бүгін күн тамаша болып, сыртта ауа райы жылы болып тұрғасын, мен бүгін терезелерімді жууды жөн көрдім. Іш жақтан мен терезені қолымдағы қолғапты көріп тұрсаңыздар, осы жуып шықтым. Енді сырт жағынан жуамын осы терезені. Бір көрсеткім келгені, норвегтердің терезесі былайынан ашылады. Осы оларда микро болып есептеледі. Яғни бізде Қазақстанда шалқаю арқылы ашылса, оларда астыңғы жағынан микро болып есептеледі. Енді осыны үлкендеу қылып ашуға болады, және бір жақсысы, мысалға көріп тұрсаңыздар, мен екінші қабаттағын. Екінші қабаттағыны терезені сырт жағынан жуу өздеріңіз білесіздер ыңғайсыз. Сондықтан оны қандай шешім тапқан осы Норвегияда қазір көрсетеді. Және мына үйлердің барлығында да солай ашылады терезелер.
яғни астыңғы жақтан жел үрлеп тұрады. Терезе жүйелерінің артықшылығы деп айтсам болады. Бұл деген осындай биіктікте орналасқан терезелерді сырт жақтан жуу мүмкіндігі болмайды. Сондықтан не қарастырылған бұндай жағдайда? Қараңыздар. Мына жерде мынандай терезені мынандай ұстап тұру жүйесі бар, осы микрода ұстап тұрады, ары қарай терезе ашылмайды. Енді аңқайтып ашу үшін мен не істеймін? Мына көріп тұрсаңыздар, қараны темірді жоғары қарай сәл итерем. Мына осылай. Терезе ашылады. Аңқайып ашылды. Қаншалықты аңқайтып ашқым келеді, соншалықты ашам. Енді бір қызығы қараңыздар. Жаңағы терезе жуу жүйесінде мынандай бір керемет дүние қарастырылған. Яғни мына терезені мен осылай соңына дейін ашам. Айналдырам да, мына сыртқы жақ әйнек маған қарап тұрады. Сонда мен осы жерден әйнекті осылай жуалам. Яғни мен екінші қабатта өзім бола тұра терезенің жақтауларындағы шамдарды сүртіп, әйнегін сүртіп, тазалап қоя алам. Осындай бір керемет жүйе. Қазір ішкі әйнек ары қарап тұр сырт жағына, ал сырттағы әйнек маған қарады. Осындай қауіпсіздік ең алдымен Европа елдерінде маған бір ұнайтыны халықтардың қауіпсіздігі басты назарда оларда. Мысалға, біздерде терезе жуып, құлап кетіп жатқан жағдайлар көп болды, ал мында қарап тұрсаңыздар, мұны барлығы да ешқандай қауіп төндірілмейді. Жуып, кері жаңағыдай айналдыру арқылы тап-таза терезені аламыз. Керемет шешім деп ойлаймын. Қалай ойлайсыздар? Комментке жазып кетіңіз. Жұмысымды аяқтап болдым. Енді терезені кері орнына келтірем. Кәдімгі балалардың ойыны сияқты. Жерде кетпей қалғандар барлығы осы іште тұрып. Осылай сүртіп алам. Керемет шешім емес пе, бұл әсіресе жоғары терезелері жоғарыда орналасқан әйел адамдар түсінеді деп ойлаймын мені. Енді мына жерде кері итергенде мына жүйе өзі қалпына келеді. Мына қармақша кері орнына түседі. Міне көрдіңіз бе? Сөйтте мына қайттан итерем, ол мына микро қалпында қалып қояды. Осылайша керемет терезені тазартудағы керемет жүйе деп ойлаймын. Тамаша ойластырылған. Осындай Қазақстанда да бізге келсе осындай жүйе. Және бір байқағаным, мынау пластик сияқты ағашта емес, бір түрлі ағаш, бірақ ағаш. Бірақ мына терезесі пластик, сол қызық. Бір түрлі ағаш түрі ма? Себебі мына жерден қараңыздар. Барлығы ағаш. Мынау түрлі пластик пен ағаштың ортасындағы бір материал. Сондықтан да мынандай желдеткіштерді тесіп жасаған. Ал біздің пластикта онда енді жасауға болады негізі. Бірақ сол әзірше біздің Қазақстанға келмей жатыр, бірақ жақын арада келеді деген ойдамын. Міне осылайша тереземді тазартып алдым. Ол терезені неге тазартып жатырсың, бәрібір үйді тапсырып кетесің ғой деген адамдарға айтарым. Бұл жақта үйіңді алғанда таза қылтып аласың, тапсырғанда кері таза қылтып тапсырасың. Яғни біз алған кезде бұл терезелердің барлығы таза болып тұрды. Енді мен тапсырарда әлі оған жарымдай уақыт бар. Сол қазірден бастап мен осындай
күннің жақсы ауа райысын пайдаланып осындай жұмыстарды алдын ала жасап қойып жатырмын. Мына терезенің бір айырмашылығы сіздерге көрсетемін. Негізі жұмыс принципі бірдей де, бірақ мынағы қара темірден сәл айырмашылығы бар. Көріп тұрсыздар ма? Міне мынандай қызыл өзінің кілті бар. Мына жерде мынандай айтылған, қалай ашылып, қалай жабылатындығы. Сонда мына қызыл кілтті былай ашамда, мынаны бүйтіп итерем. Итеремде содан мына терезе жаңағыдай ашылады. Тағы да. Бұл да екінші қабаттағы терезем. Өзіме қарай бұрып аламын да сүртем осыны. Манағыдай жүйе. Мынау сырт жағы, анау жаңағы іш жағы. Бұл терезенді қатты лас болмаған дегенмен сүртіп алайын. Мынау манағы таза ауа кіріп тұратын желдеткіш, мынау үш жағынан. Терезе жабылады былайынан. Мынау үш жақтан соға келіп тұрады ауа. Тамаша табиғатты, тауларды қараңыздар, қандай. Мына қармақ мынаған кигізіледі. Мына жаңағы желдеткіш жүйе осылай болады. Мына терезеден көрсетейін. Шағын ғана үлкен терезеге де шағын істейді. Мына жерде мынандай жаңбырдан суын жинайтын құбырлар. Мына құбырмен үйдегі орталықтанған кәріз жүйесіне қосылады. Яғни сыртқа қарай ағып тұрмайды. Бізде Қазақстандағыдай бұларда дейтін барлығын андай эстетикалық жағына көп көңіл бөледі. Осылай орталықтанған кәріз жүйесіне қосып, бұл судың барлығы соған қарай ағады. Және бір қызығы, әрбір норвег үйі кәріз жүйесі орталықтанған деу себебім, ешкім андай ассенизатор шақырып, сол кәріз жүйелерін тазартып жатқанын көрген емеспін. Сондықтан бұларда барлығы орталықтандырылған, барлық үйлерден бір кәріз жүйесіне қосылып келіп, барып сол жерден тазартылатын болу керек.